Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмегі оқырмандары. Сіздермен бірге Самат Ахмет. Бүгін бізде 21 май тікелей эфир. Бүгінгі тікелей эфирді көбірек адамдар көру үшін алдымен лайк басып, комментарий қалдыруды естен шығармаңыздар. Себебі сіздердің әрбір басқан лайк пен комментарийларыңыз бұл видеоны көбірек адамдардың көруіне себепші болмақ. Алдымен Оңтүстік Корея елінде қайтыс болған отандастарымыздың жақындарына Оңтүстік Корея елінде жүрген мұсылмандардың атынан, Корея көмектің атынан қайғыра көңіл айтамыз. Жалпы алдымыздағы 2 аптада 3 отандасымыз өмірден өтті. Олардың біреуі жақындарының өтініші бойынша Өзбекстан бостандыққа жіберілді, ал 2 азамат Қазақстанға жіберілді. Бүгінгі біздің тікелей эфир кезімізде дәл осы мәйіттерге қатысты сұрақтарымыз, бізді көкейімізді көптен бері мазалап жүрген мәселе Air Astana компаниясындағы груз 200, яғни мәйіттер үшін алынатын қаражат. Осы туралы да біз алдында бірнеше рет жоғарыда басшылықтарға өтініштерімізді бердік, қаралып жатыр деген нәрсені айтты. Алайда біз қазір тағы да осылай тікелей эфирге шығып, енді халықтың қолдауымен осы нәрсені көтерсек деп отырмыз. Жалпы қайтыс болған отандастарымыздың мәйіттері елге қалай жіберіледі? Мысалға, адам өмірден өткеннен кейін, қайтыс болғаннан кейін, біз ол жерде құжаттардың барлығын дайындық болғаннан кейін мәйітті алып, өзіміздің үлкен базаға алып кетеміз. Ол жерде мәйіт дайындалады, жуылады, одан кейін бальзам жасалады. Мысалға, бір мәйіт өзің килограммына қарап, груз 200-де 1 килограммына қарап ақша төлем жасалады Air Astana компаниясына. Яғни, бұл дегеніміз, бір адам негізінде 80 килограмм шығатын болса, ол бальзамнан кейін 10 килограмм, 15 килограмм міндетті түрде оған салмақ қосылады. Одан бөлек, яғни ағаш гроп бар, сонымен қосқанда бір адамның денесін Air Astana компаниясымен жіберу үшін Air Astana компаниясы 1 килограммна 60 000 воннан ақша алады. Яғни, бұл дегеніміз, бір адамның денесі орта есеппен 117 килограмм шығатын болса, ол 60 000 воннан 7 миллион вон ақша болады. Бұл Қазақстанның теңгесімен 2 миллион 400 000 теңге ақша болады. 2 миллион 400 000. Тағы бұл 7 миллион вонға компанияның барып келуі, бальзам жасауы, компанияның қызмет ақысы, құжаттары, әуежайға жеткізуі және Корея мемлекетінде сол мәйітханада холодильникті ұстау, тоңазытқыштың ішінде, солармен 10 миллион, 11 миллионның үстінде ақша шығып жатыр. Аптасына қазір жоқ дегенде бір адамның мәйіті Қазақстанға жіберіліп жатыр. Бұл өте біз Корея елінде жүрген қазақстандықтар үшін өте ауыр жағдай. Енді сіздер тек қана біз осы бір қайырымдылық керек болған кезде әлеуметтік желіге шығамыз, не болмасам осындай жағдай болды деп ақпаратты береміз. Ал бұл жерде осы нәрсенің ішінде жүргеннен кейін бізге шамалы ауыр болып жатыр, қиын болып жатыр бұл мәселелер. Құрметті Air Astana компаниясының басшылығы, Air Astana компаниясының қызметкерлері осы видеоны, осы біздің өтінішімізді тағы бір рет қарасаңыздар екен. Бұл 1 килограммы 60 000-нан 60 000 воннан мәйіттер үшін, груз 200 үшін алынып жатқан ақша мүлдем артық, яғни өте көп ақша бұл. Бір груз 200-ні өзін жіберу үшін 7 миллион вон ақша төленіп жатыр компанияға. Бұл өте үлкен ақша. Мысалға, алатын болсақ, біз Өзбекстанға да жібереміз. Өзбекстанға 3 миллион, 3,5 миллион, 2,5 миллион вонмен де біз жіберген кездеріміз болды. Ол қалай? Мысалға, груз 200-ға Өзбекстан компаниясы 27 000 вон ақша алады.
27 килограмм көбейтеміз 117-ге. 3.159.000 болады екен, яғни Өзбекстанға жіберу. Ал Қазақстанға біз 3 миллион емес, 7 миллион вон ақшамен жіберіп жатырмыз. Бұл тек қана билет үшін. Құрметті отандастар, құрметті Корея көмекті көріп жатқан отандастар, осы видеоны Air Astana компаниясына жіберіп, осы видеоның астында бұл қазір пост сақтаулы қалады. Air Astana компаниясының аккаунттарын белгілеуді естен шығармаңыздар. Және сол Air Astana компаниясында жұмыс істейтін отандастарымыз болатын болса, тікелей басшылыққа жеткізулеріңізді сұраймыз. Я білеміз, Корея мемлекетіне келіп жатқан адам көп, алайда қазір келгеннен бұрын қайтыс болып кетіп жатқан адам көбейіп баратыр. Аптасына қазір бір адамның денесі Қазақстанға шығарылып жатыр. Аптасына. Бұл өте жаман көрсеткіш. Енді Аллах тағала адамның жанын қай жерде алады? Негізінде сол жерде ол адамның денесін кешіктірмей біздің дініміз бойынша жер қойнауына тапсыруымыз қажет. Алайда біз мысалға бұл адам болғандығына байланысты оның жақындары бар, туған туысқандары бар, олардың өтініштері бар. Олардың рұқсатынсыз біз оларды Корея мемлекетінде жерлей алмаймыз. Егер олар рұқсат беретін болса, дінді толық түсінген отбасы болса, Корея мемлекетіне бірнеше бізде мұсылмандарды жерлейтін орындар бар. Сол жерлерге жерлеуге болады. Ал оған біздің қазақстандық отандастарымыз, мұсылмандарымыз көбінесе қайтыс болмайды, өзі осы жерге келсін, осы жерде жерленсін, төбесінде жаңағыдай Құранымызды бағыштайық деп. Негізінде Құран, сіз қай жерде жатқаныңыз маңызды емес. Құран оқып, дұға жасайтын болсаңыз, оның барлығы тікелей сол адам үшін жетеді. Оны дінді толық түсінген адамдар бұл нәрсені біледі. Сондықтан Air Astana компаниясынан біз өтініш жасап сұраймыз. Осы груз 200 мәйіттер үшін алынып жатқан 60.000 вонды тағы төмендетулеріңізді сұраймыз. Әрине бұл бірден шешілетін мәселе емес. Басқа мысалға жіберіліп жатқан товарлар болсын, пошталар болсын, соларға алыңыздар, қанша ақша алсаңыздар. Себебі ол адамдардың өзінің жасап жатқан бизнесі. Ал бұл жерде өлген адамдардан груз 200 үшін 60.000 вон бұл өте үлкен ақша болып жатыр. Біз жарайды, қайырымдылықты жасаймыз, алайда қараңыздар, аптасына бір адам қайтыс болып жатыр, 2 адам қайтыс болып жатыр. Мінекей алдымызда 2 аптада 3 адам қайтыс болып. Біз оның барлығына қайта-қайта әлеуметтік желіге шығып халықтан қайырымдылық сұрауға да ұяламыз біз. Себебі қазір Корея мемлекетінде жүрген отандастарымыздың біреуінде жұмыс болса, біреуінде жоқ. Олар үйде жатқанын көрсетпейді. Сонда да өзінің қалтасында бар қаражатын осы бір марқұм үшін деп қолдау көрсетеді. Біз әр апта, әр күні шыға берсек, осындай қаражат керек деп. Осы Корея мемлекетінде арбайтта жұмыс істеп жатқан, қиналып, өзінің отбасынан арттырып, осы мәйіттер үшін қайырымдылық жасап жатқан басқа отандастарымызды ойлауымыз қажет. Егер отандастарымыз жұмыс кезінде қайтыс болса, онда біз ол қаражаттың барлығын мемлекет тарапынан өндіре аламыз. Бізде ондай системамыз бар. Ол жағынан біздің ақылымыз жетеді. Ал енді заңсыз мигрант бола тұра, үйінде өз денсаулығына байланысты қайтыс болып жатқан отандастарымызға біз міндетті түрде қайырымдылық жасауымыз керек болады. Сондықтан құрметті Air Astana компаниясы осы мәселелерді кеңінен талқылап, кеңінен қарауларыңызды сұраймыз. Сондай-ақ Сыртқы істер министрлігі осы нәрсені бақылауға алуын өтініп сұрар едік.